Қадырғали Қосымұлы Жалайри атындағы орта мектеп-гимназиясы 8-ші Б сынып оқушысы Әлімжан Фатима. Мұқағали Мақатаев. Сәбияна. Айналғандай аядай қала шықты. Алдымыздан кішкентай ана шықты. Қырда отырған ауылға апаратын жалғыз аяқ соқпақтан адасыпты. Бір қолында батпандай қуыршағы, бір құлыншағы, екі жансыз мүсінді мәпелейді біресе ұрасады. Қарадық та селт етпей жанарымыз. Алжығанға санадық ананы біз. Ұлып бетінен боздақ ұшқан, сұлап жатыр далада жаралы күз. Бәйек болып отырған жан қалмады, сонда да ана назарын аудармады. Сәби дейін өзіме құшақ пен құлыншақ алданғаны. Сөзге тартпақ болып бек естілмеді. Адам қалай оп-оңай ескіреді. Адамның ғұмырынан қысқа не бар, күнен кейсе болғаны кешкіреді. Жастар-ай, жамандық жоқ көңіліңізде, мұны отырған ана кім көрдіңіз бе? Бір күрсініп алдыда отырған қарт, ана өмірін баяндап берді бізге. Ана халін қарттан біз ұғындық кен. 23 жыл сарғайған құр үмітпен, 23 жыл Сәбияна сапардан ұлын күткен. Сұрапылдан сәбие оралмапты. Қуыршақ пен құлыншақ содан қапты. Қаралы күз қайтадан борандатты. Ымырт ауыр салмақпен далақ енді. Ала келді. Ауылына жетті де Сәбияна ойын шығын құшақтап қала берді.